Бұхара қазіргі Науаи облысының алтын қалалары. Үшқұдық пен Заравшан ғана емес, Тамды, Аяққұдық, Құлқұдық, Жүзқұдық, Жаңа Шаруа және тағы басқада шағын ауылдарда жолдар жөнделіп, көшелерге жарық, үйлерге табиғи газ бен кең жолақты ғаламтор келді. Өздеріңіз байқағандай, бүгін солардың бірі Үшқұдық ауданына қарасты Мыңбұлақ елді мекеніндегі игі жаңалықтарға толық тоқталмақпыз. Абат ауыл мемлекеттік бағдарламасы аясында жаңартылған әлеуметтік нысандар, құрылыс және көгалдандыру жұмыстары ауылды жаңа бейнеде көрсетті. Мыңбұлақ ауылы өзі аттас ойпатта жайғасқан. Бұл Өзбекстанның теңіз деңгейінен ең төмен жері. Ғалымдардың пайымдауынша миллиондаған жыл бұрын теңіз басып жатқан бұл аумақтың ең терең шұңғымасы дәл осы жерге тура келсе керек. Бүгін тарихтың көмбесіне айналған ойпатта бұлақтарымен және қауынымен Тәуелбайға әйгілі Мыңбұлақ орналасты. 600-ге жуық тұрғынның басым бөлігі өзіміздің қаракөздер, қалғаны өзбек, қарақалпақ, тағы басқа ұлт өкілдері. Дегенмен олардың барлығы бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүріп, ата дәстүрлерін абыроймен жалғастырып келеді. Абат ауыл бағдарламасы негізінде ондаған әлеуметтік нысандары ауыл тұрғындарының игілігіне беріліп жатқанына орай Мыңбұлақтағы салтанатты рәсімдер жоғары дәрежеде болып өтті. Шараға ауыл тұрғындары, қариялар, ұзақ жақын көрші ауылдардан, аудан және облыс орталығынан қонақтары келді. Оның ішінде мереке иелері облыс әкімінің орынбасары мен аудан әкімін тұрғындар нағыз қазаққа тән қонақжайлылықпен күтіп алды. 11-ші орта мектеп, Қарлығаш мектепке дейінгі оқу орны, ауыл азаматтар жиыны ғимараты, дәрігерлік пункт, хаммам секілді нысандарда құрылыс жөндеу және жаңарту істері халықтың көз қуанышына айналды десек қателеспеспіз. Мәртебелі меймандар тұрғындарды көптен күткен игі жаңалықтарымен құттықтап, бағдарламаның тиімділігі мен маңыздылығын халыққа және бір рет айтып өтті. Кейін ғимараттың ішін аралап, оқу барысымен танысып қана қоймай, жас бүлдіршіндердің өлең жырларын тыңдады. Іші сырты жып-жинақы, таптаза, 70 орынға шақталған балабақшаны осындай тамаша күйге жеткізу үшін бюджеттен 1 миллиард өзбек сомы жұмсалған екен. Біздің балабақшамызға жаңа заманына сай мүмкіндіктер жаратып, көптеген жаңа жиһаздармен, бүлдіршіндеріміз үшін түрлі ойыншықтармен бізді тәміндеп беріп жатқан үшін мыңда бір алғысымызды айтамыз. Мен Нұртаева Жарқын Орасшаевна осы 4-ші санды Қарлығаш балабақшасында балаларды тәрбиелеу жұмысы бойынша айналысып келемін. Қазіргі күнде Науаи Давлат педагогика институтында жоғары оқуда оқып жатырмын. Бұдан кейінгі келешектегі бүлдіршіндерімізді де жақсы одан әрі ұл-қыз болып жетілуіне қолымнан келгенше жағдай жасаймын деген үміттемін. Ауыл болғалы бұл жерде ауыл азаматтары жиналып өзекті мәселелер қаралатын махалланың жөні түзу ғимараты болмаған. Қолға алынған бағдарлама осы мәселенде айналып өтпеді. Сәулеті мен сәні жарасқан нысан Мыңбұлақтың көркіне көрік қосып тұрғандай. Шара барысында жөнделген еске алу ескерткішіне де гүл шоқтары қойылып, бабаларға тағзым етілді, Құран оқылды. Ғимаратта ашылған 10 орынға шақталған тігін цехы Мыңбұлақтық әйел қыздарды жұмыспен қамтып қана қоймай, ұмыт болып бара жатқан тоқыма тігін дәстүрін қайта жаңғыртуға жағдай жасады. Мұнда киім-кешектен тыс түйе жүнінен түрлі бұйымдар да тоқылады. Рахмет президентімізге, мінекей
осы ырзамыз, балдарымыз, бәрі келіндеріміз жұмысты болып жатыр. Жазда көйлек тігеміз, қыста міне жүннен салып, қойдың жүндерінен салып не тігеді. Жакет, мысалы, шапан, поястар тігіледі. Мінекей бүгіндігіні ауылымыз абаттандырылды. Айта кететін болсақ, міне балабақша, мектеп, емхана, ауылымыздың моншасы, махаласы барлығы мінекей үлкен жөндеуден өтіп абаттандырылды. Бұрынғы балабақша қандай, қазіргі балабақша қандай? Ішіндегі қойылған барлық элементарлардың барлығы қазіргі заман талабына сай. Біз немерелерімізді апарған кезімізде қуанып қайтамыз. Себебі біздердің балдарымыздың жатақ жайлары көз тоярлықтай. Сонымен қатар мінекей көшемізге электр жарығын қондырды. Түнде жүрген кезімізде күндізгіде жүріп қуанамыз. Біздің ауылымыз шаһардан ешқандай қаладан кемістігі жоқ. Бұған шүкіршілік етуіміз керек. Мінекей президентіміз Мырзаев Шавкат Миримановичқа ауылымның атынан алғысымды білдіремін. Дәстүрсіз халық жоқ. Қазақтың да өз дәстүрі, ата-бабалары салған сара жолы, бұлжымас заңы бар. Туған халқының мінез құлқын, наным сенімін жіті зерделеген Ахмет Байтұрсынұлы Құдайдан кейінгі қорқатыным қазақтың дәстүрінің бұзылуы деп айтқан. Мерекеде халық тұсаукесер рәсімін жоғары деңгейде өткізіп, қонақтардың батасы мен игі тілегін алды. Мектепсіз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Мыңбұлақтың ұстаздары ұстамды, оқушылары озат.